деньги зарабатывать, семью кормить. Қиын жағдай, өте қиын. Мешітті халық өздері салып жатыр. Ауру балаларды өзіміз емдеп жатырмыз. Үй жоқтарға үйді өзіміз алып беріп жатырмыз. Бүкіл халық ақша жинапты. Коронавируспен ауырып жатыр еді, оны өзіміз емдеп, енді аппаратты өзіміз алып жатырмыз халық. Енді бұйыртса осы коронавирус біткеннен кейін Астанада Қабанбай Батырдың көшесін оңдау үшін Қытайдан ақша сұраймыз деді ғой. Соны сұратпау керек жоқ. Өзіміз оңдап береміз, ақша жинап. И так народ все сам делает. Мынаны тағы көшіріп алады ғой. Көшіре берсін. Ну, я не знаю. Салют – это вообще салют. Ребят, это перебор. Астанада дос бала звондайды ғой. Досының әкесін өліп қалды түсте. Соны кешке моргқа барып алып үлгере алмадық дейді да, 6 күн. Таңертең 7 күн аласыңдар деп. Адам көп өткен. Сөйтіп қайғырып отырсақ терезеден деп жатқан кезде терезеге қарап, я жыларымызды, я ашуланарымызды білмей, просто мына дауысты тыңдап отырып қарадық дейді ғой. Ауыр ғой. Қандай ауыр. Жарылып кеткім келеді осы жерде. Просто бұл енді, как сказать, ну это предел просто. Именно 6 шілде күні дәрігерлерді көңілін көтереміз. Дәріге көңіл көтергенше зарплатасын көтермейді. Халықтың иммунитетін дәрігерлердің зарплатасы. Сол салютқа кеткен ақша біраз дәрігердің көтеріп тастайын деп тұр. Ол еще салют атылмаса болмайтын болды дейді. Ол айран бет, ашып кететін. Сүт па. Жылдың басында алып қойғанбыз дейм ба? Иә, жылдың басында. Сол күні атпаса ашып кететін дейді. Ашып кетіп, бұзылып, дәмі бұзылып қалатындай. Сақтап қой бертең Дубай сияқты коронавирусты жеңгеннен кейін, біткеннен кейін бар жасап. Ату керек. Как победа деп ше. Ну не знаю, ребята. Просто үндемей тындық. Мен жазып жібердім ғой, пост салдым ғой. Бәрін көріп отырмыз, естіп отырмыз. Өнер адамдары қайдасың дегендерге жауабым. Үйдеміз, бала шағаны уайымдап отырмыз деп. Не знаю, президент болған десем, дубляжын кім кетсек бітен. Ферманды кім оқиды? Мен президент болып жүрсем, әрбір жерде салпақтап, саммиттерге қатысып. Әділді кім жазады? Мен президент болсам. Қалады ғой мұның бәрі, қалайын деп тұр ғой мұның бәрі. Сосын айлығым азайып қалады ғой.